Сәлем баршаңызға, бүгін мен Орынтай. Кезекті видеоға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода негізі идеялар болған, басқа да видеоларға түсіп көрейін ба деп, бірақ та кеше мынандай ситуация болды, яғни қалай мынандай суреттегідей текстурамен қалай байланыстыратын туралы видео шығара аласың ба дейді. Міне қарап отырсаңыздар, бұл жерде парақ, я болмаса осындай текстураларды тексті шынайы көрінетіндей етіп жасау керек болды. Яғни осыны көрсетші қалай істейді деген сауал келді. Содан кейін жақсы дедім. Енді бұл тәжірибе менен өткен. Былтыр мамыр айында жасағам. Сол кезде жасап көргенмін. Міне былай қарасаңыздар, бұл жерде парақтағы көлеңкелері мен артқы текстің көлеңкесі бір-біріне сәйкес келеді. Яғни сол арқылы оның жасандылығы байқалмайды. Енді оны ұқсат алатын бар, ұқсат алмайтын бар. Мен де бір жақсы ұқсат аламын деп айта алмаймын, бірақ базасын көрсетейін. Енді ең бірінші біз келетін болсақ, енді текстураны реттеп алуымыз керек. Бұл жерде текстураға Google-ға жаздым, әрине, white paper background. Егер де бұл текстура жасамайтын болса, онда біз бұрынғы текстураларымызды алып көретін боламыз. Сол кезде қандай нәтижесін береді, салыстырмалы түрде қалай болады, формальны бола ма, олай болмай ма, қазір соны қарастыратын боламыз. Бұл жерде ескерте кететін жайт, сол жарық және де көлеңкемен. Кейбір нәрселері қараңғы болып қалады, ал кейбірінде олай болмайды. Бұл тәжірибе не үшін қазір бұны түсіріп алсың деген сұраққа келетін болсақ, бұны Holland Newsқа қарасаңыздар, посттарында көбінесе осындай стильді қолданады. Мысалы, осылай, я болмаса мынандай, бұл жақтың дизайнерлері өте жақсы жұмыс істейді. Дәл сол сияқты осындай стильдерді қолданады. Қарасаңыздар, бұл жерде шынымен де реалистично деп ойлап қаласың. Енді кезектер баста, көп сөзбай. Біз жаңа суретімізді көшіріп алдық, міне қойдық. Размері сәйкес келеді екен, мен кішкене сапа жағынан дұрыс болмай қалам екен деп едім, жоқ, ақтады. Кеттік, қоямыз. Қойдық, енді бір текст жазамыз. Текстті жазамыз. Мысалы, бір текст жаза салайық, я. Осылай. Содан кейін бұны қой көк түсте қояйын. Телефон шалды, бәлі болды. Так, қой көк түсте қояйын. Ендігі кезекте бұны артқа қарай жібереміз де, біз алдыңғы текстурамызды алдына қарай шығарамыз. Слойлармен жұмыс істейміз. Яғни нормалдан multiplyға қойсақ. Негізінде кішкене реалистично болады. Я болмаса darken. Мен бұрынғысын қайсына қойыппын, бір жыл болды, ұмытып қалдым. Қазір multiplyға қойыппын. Демек multiplyға қоямыз. Ендігі кезекте осы текст айқын көрмей қалды десеңіздер. Қара түсте мүлде айқын көрінбейді екен. Мына түсші. Енді жасанды көрініп қалды. Қазір. Мына түс. Вот. Осылай жасауға болады. Мен базасын көрсетіп жатырмын. Ары қарай өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша кете береді ғой. Так. Осылай текстті жасауға болады. Енді біз мынаны кешегі запрос бойынша теңестірейік. Әрине, мынада өте жақсы нәрселер бар. Ал мынада ондай жоқ. Өкінішті. Әлде мынамен жұмыс істейміз ба? Ұмытып қалдым. No. Бұрынғыша қала берген дұрыс. Ендігі кезекте біз басқа парақты қойып көрейік. Мысалы, мынаны. Бәлкім
біз дұрыс текстура қоймағанда шығармыз, содан кішкене реалистично болмай қалуы мүмкін. Шамамен осындай мультиплайда тұр. Ендігі кезекте біз ұмытпауымыз керек, өйткені қараңғы болып қалуы мүмкін текст. Сондықтан ақ түсте бояймыз да жаңадан слой ашып overlayға қоямыз. Overlayға қойған соң шамамен 20%. Міне. Сол кішкене сөйтіп ағартып жібереміз. Сол кезде дұрыс болады. Мына жақта тағы да ретуш аналармен жұмыс істеген, жаңағы өңдеген, үстінен бастырып, сондықтан да бұл жерде осылай көрініп тұр. Текст жазуға болады, басқасын жазуға болады. Не, біріншісі осылай болса, екіншісі осындай. Ары қарай өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша кетеді. Міне осындай шағын әрі қысқаша видео болды. Сіздерге бәрі түсінікті болды деген ойдамын. Келесі видеоларда жолыққанша, келесі видеода өте жақсы тақырыпта талқыланады деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.